Өзің үшін өмір сүре отырып, басқалардың сенімін ақтау. Адалдық адам бойындағы ең керек қасиеттердің бірі. Егер сенің бойыңда ол қасиет табылмаса, сен өзіңді адам деп есептемей қоюыңа болады. Адам болып келген өмірден адам болып кету мақсатың. Сол себепті сенің бойыңда үнемі адалдық қасиеті болуы керек. Шешім қабылдарда негізі екеуіне тең ұстаған дұрыс, себебі жүрекке басымдық беретін болсақ, ол шешім сезімтал және басқалар үшін әділетсіз болуы мүмкін. Ала жіпті аттамау, яғни саған сен өзіңнің бүгін өлетініңді білсең де, өзің үшін, өзіңнің өткен өмірің үшін ұялмау және сен өлгеннен кейін басқалардың сен туралы ойын өзгертеді деп қорықпау. Әрқашанда адал еңбекпен барлығына қол жеткізуге болады, ал адал еңбекпен барлығына қол жеткізуге болмайды дегенді жоққа шығарушылар, олар Абай атамыз айтқандай, періштені алтын үшін жолдан тайдырғандар. Біз қазіргі таңда батыстық талғамды пір қылған қазақпыз. Яғни біз басқалардың жаман нәрселерін өзімізге алу арқылы біз өзіміздің құндылығымыздан айырылып бара жатырмыз. Яғни бізді жаман нәрсе бізді артқа қарай сүйрейді, ал біз өзіміздің ұлттық қасиетімізді сақтап, ұятты сақтайтын болсақ, біз алға қарай басқан мықты ел боламыз. Ұлттың ұлы болуы да, ұсақ болуы да ұл қызының мақсат мүддесіне байланысты. Яғни біз өзіміздің мақсат мүддемізді алға қою арқылы өзіміздің ұлтымыздың іргесін қалаймыз. Сүйікті ісім басқаларға ашық болуды, яғни біреу сенен көмек сұраған кезде сенде бар болып тұрып жоқ деп айтпауды. Әлихан Бөкейхановтың кітаптарын оқуға кеңес берем. Ол кітапта біздің тарих туралы ашық жазылған. Содан кейін Немат Келімбетовтің Үміт үзгім келмейді қазіргі мотивациялық кітаптардың ең биігі деп айтсам да болады. Сонымен қатар Мұқағали Мақатаевтың өлең жинақтары. Ол кітапты әр оқыған сайын, әр күн оқыған сайын сол күніңе жауап таба аласың. Әбіш Кекілбаев, ол үлкен саясаткер болған, сонымен қатар аңыз адам болған. Біз қазір барлық адамға тұлға деп айта береміз, бірақ ол қазіргінің де өткеннің де ең мықты тұлғасының бірі деп есептеймін. Оның әр жасаған ісі, әр жасаған әрекеті елім, жерім үшін деген.